Менің депутаттық сауалым осы мәжіліс залында бұдан бұрын бір емес бірнеше мәрте көтерілген болатын. Тек қана менің тарапынан емес, менің әріптестерім тарапынан да, сонымен қатар мәжілістен бөлек сенат депутаттары тарапынан да дүркін көтеріліп келе жатырған мәселе. Үлкен өкінішке қарай алдыңғы үкімет Смайылов бастаған, қазіргі үкімет Бектенов бастаған тарапынан бұл мәселеде бір қадам алға жылжушылық орын алған жоқ. Кешегі құрылтайдағы мемлекет басшысының сөзінен кейін бұл мәселеде бір шешімін табады деген үмітіміз оянып отыр. Сондықтан депутаттық сауалымның тақырыбы киік болғанда киіктің орал популяциясына қатысты премьер-министр Бектеновтың атына депутаттық сауалым. Қазақстанның кең даласы тек ұлттық байлығымыз ғана емес, сонымен қатар жаһандық экожүйенің ажырамас бөлігі. Дегенмен табиғи тепе-теңдікті сақтау жолында үкіметтің әрекетсіздігі ауыл шаруашылығына орны толмас зиян келтіріп отыр. Мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда киік популяциясының күрт өсуі ауыл шаруашылығына кері әсер етіп, экожүйеге артық салмақ түсіріп жатқанын атап өтті. Бұл мәселе бір күнде пайда болған жоқ. Аймақтардан атқарушы билікке жолданған жүздеген өтініш пен талап арыз үкімет тарапынан жылдар бойы елеусіз қалып келеді. 2023 жылы Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы жабайы жануарлардың қоныс аударатын түрлері комитетінің сарапшылары арнайы келіп, Батыс Қазақстан облысының аудандарын аралады. Зерттеу нәтижесінде Қазақстан Республикасының үкіметіне 38 беттен тұратын ұсыныс берілді. Мінекей мен қазір қолымда осы рекомендация қазақ және ағылшын тілдерінде. Осы ұсыныстың бастысы жергілікті халық пен киік арасындағы қақтығысты шешу. Алайда үкімет күні бүгін бұл ұсыныстарды орындау бойынша нақты бір іс-әрекетке көшкен жоқ. Осыған байланысты үкіметтен талап етемін. Бірінші, киік популяциясын реттеу бойынша нақты шаралар қабылдауды. Атап айтқанда, биыл 2025 жылы киік санын реттеу жұмыстарын жүргізу туралы ресми шешім қабылдап, оның әдістері мен экологиялық негіздемесін жариялауды. Киік популяциясын реттеу бойынша жауапты бір мемлекеттік органды белгілеуді және оның нақты іс-шараларын бекітуді. Осы жерде айта кететін бір мәселе бар ағайын. Кеңес үкіметі кезінде киіктің еті де терісі де пайдаға асты. Олардың саны соңғы кездегідей күрт өзгерістерге ұшыраған жоқ. Оның басты себебі киік үшін жауапты нақты бір мекеме болғандығында. Киік өнімін халық шаруашылығына пайдалануын азайып кетсе де, көйіп кетсе де жауап беретін бір ғана мекеме еді. Ал қазірше киікті қорғайтын мекеме өз алдына, ал атуға лицензиясы бар кез келген аңшыны құқылы қылып қойдыңыздар. Одан қала берді, етін, терісін пайдалануын немесе ғалымдармен жұмысты үйлестіріп отыратын жауапты нақты бір ұйым мекеме жоқ. Екінші, Біріккен ұлттар ұйымының комитетінің ұсыныстарын орындауды. Оның ішінде комитет сарапшыларының 2023 жылғы ұсыныстарын